Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен қамыры өте жұмсақ, жұмыртқасыз дайындалатын, начинкасы сочный, өте дәмді болып шығатын етті пирогты жасайтын боламыз, яғни мясной пирог. Пирог өте дәмді болып шықты, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар. Ал кеттік. Алдымен жылы ашыған сүтке дрожь, қант және тұз қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұн қосып, венчикпен тағы да араластырамыз. Қақпағын немесе тарелкамен видеодағыдай жауып, 10-15 минутқа жылы жерге қоямыз. Начинкасында менде ұсақ туралған ет, орам жапырақ, картоп және пияз. Барлық ингредиенттерді ұсақ турап аламыз. Видеодағыдай ұсақ төртбұрышты формасында турап алсаңыздар болады. Қандай ингредиенттер, қанша мөлшерде екен, мен описанияда қалдырып кеттім. Барлығын кесіп турап алған соң, тұз бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қамырымызды дайындауға кірісеміз. Біздің аштығымыз көтерілген соң, ұнды елеуіштен өткізіп, қамырымызды дайындаймыз. Үстін целлофанмен немесе пищевая пленкамен жауып, 45-1 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап көтерілді, енді екіге бөліп аламыз. Алғашқы бөлігі бұл астыңғы бөлік болып саналады. Қамырымызды жаямыз. Қамырымызды қатты жұқа қылып жаймай, листтің формасына сәйкес келетіндей жайып аламыз. Листке пергамент қағазын төсеп, қамырды орналастырамыз. Бетін сұйық маймен жағып аламыз және начинкасын саламыз. Начинкамыздың үстіне сары майды әр жерге осылай видеодағыдай орналастырып аламыз. Сонда біздің пирогымыз сочный болып шығады. Екінші қамырымызды орналастырамыз. Ортасын тесіп аламыз. Сонда біздің пирогымыздың іші жақсылап пісетін болады. Содан соң пирогтың шеттерін әдемі формасында жабыстырып аламыз. Қараңыздар, бұл өте оңай. Саусақтармен осылай екі қамырды бір-біріне жабыстырамыз. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты, әдемі өрім десеңіздер де болады. Енді бетін жұмыртқаның сарысы және сүт қосып, жақсылап араластырып, бетін жағып аламыз. Содан соң 180 градус қызып тұрған пешке 45 минутта пісіріп аламыз. Пирог піскен соң видеодағыдай сары маймен жағып аламыз. Сонда біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Байқасаңыздар, қамырға жұмыртқа қосқан жоқпыз. Пирог өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Начинкасы немесе салмасы өте сочный болып шықты. Негізі начинкасының орнына өз еркіңізбен кез келген ингредиенттерді қоссаңыздар болады.
орам жапырақтың орнына тыкваны қоссаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, мені қолдап кетсеңіздер өте қуанамын. Сіздермен болған Динара. Ас болсын.